Баршаға сәлем, қымбатты тыңдарман. Ресми ақпараттарды әрдайым біріншіден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Лайк басқан қолыңыз Кабатулла қабырғасын ұстауды нәсіп етсін. Ендеше мен бастадым. Атырауда енесі күйеу баласын пышақтап тастаған. Оқиға 20 желтоқсан күні болған. Атырауда енесі күйеу баласын пышақтап тастаған салдарынан 1996 жылғы ер адам көз жұмды, деп хабарлайды айқын.кз. Атырау облысы полиция департаментінің хабарлауынша, оқиға 20 желтоқсан күні сағат 18:50 шамасында болған. 37 жастағы әйел адам полицияға анасының азаматтық некедегі күйеуінің ішінен асүй пышағымен жарақат салғанын хабарлаған. Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер отбасылық жанжалдың нәтижесінде 1960 жылғы әйел адамның 1996 жылғы ер адамды асүй пышағымен жарақаттанған анықтады. Алған дене жарақаты салдарынан ер адам қаза тапқан. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды делінген Атырау облысы полиция департаменті таратқан мәліметте. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге жету үшін лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауда жалғастырыңыз.